Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының қолдауымен 6-28 қыркүйек аралығында Қазақстан халқы тілдері күніне арналған 23-ші қалалық тіл фестивалі өтуде. Фестиваль аясында Нұр-Сұлтан қаласының Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайында баспасөз хатшылары, әкімдікке қарасты мекемелердің қоғаммен байланыс бөлімдерінің мамандары және болашақ журналистерге арналған тіл тазалығы атты тренинг өтті. Сайын өтетін 23-ші тіл фестивалінің аясында бүгін тіл тазалығы атты арнайы семинар тренинг өткізіп отырмыз. Бұл семинар тренингтің мақсаты мемлекеттік мекемелерде немесе халықпен көп қызмет ететін белгілі бір мекемелерде, қала көлемінде баспасөзбен жұмыс жасайтын және жеке азаматтармен жұмыс жасайтын мемлекеттік және әртүрлі қызметкерлерді оқыту. Оның ішінде халыққа қалай ақпарат беру керек, тілдің тазалығына қалай көңіл бөлген дұрыс, қандай да мысалы қазір кейбір баспасөз релистерін қарайтын болсаңыз, немесе кейбір ақпараттарды, ресми мәліметтерді оқитын болсаңыз, түсініксіз көрінеді текстер, мәтіндер. Өйткені олар аударма түрінде болады, немесе сол тілді жетік меңгермеген азаматтар отырады. Сондықтан ең бірінші тілдің тазалығын сақтау керек, қазақ тілінің өзінің табиғи заңдылықтарының аясында. Сосын мемлекеттік тілдің ресми стилінде жазу керек, айту керек, және үшінші халыққа барынша түсінікті болу керек. Осы бір үш принциптің аясында бүгін арнайы лекторлерді шақырып отырмыз. Осы лекторлармен біздің мамандарымыз, қызметкерлеріміз қазір қызу диалог түрінде осындай кездесу өткізіп отыр. Іс-шарада СММ негіздері мен ерекшеліктері, интернет ақпараттық соғыс алаңы ретінде және таза баспасөз тілі тақырыптары талқыланды. Негізгі мақсат қазақ тілінің қолдану аясын кеңейту және қадір қасиетін арттыру, қоғаммен байланыс жасайтын мамандық иелеріне кәсіби бағыт-бағдар беру, сондай-ақ журналистика мамандығында оқитын студенттерге тәжірибелі мамандармен жүздесуге мүмкіндік жасау. Тіл тазалығы іс-шарасы аясында осы әлеуметтік желіде болсын, халықпен жұмыс жасайтын, сөздің үлкен құрал екенін білетін мамандар және сол арқылы көп мәселелерді шешуге атсалысатын мамандар қатысып отырып және үнемі шеберлігін шыңдап отыру қажет. Өйткені заманымыз үлкен ағынды, қарқынды, сондықтан мұндай іс-шаралардың маңызы зор деп білем. Бұл жылына бір рет өткізілетін дүние емес деп болуы тиіс. Өйткені заман ағымы жылдам, жаңа білімдер, жаңа біліктер, жаңа әдістер шығады. Сондықтан мемлекеттік қызметкерлер де соны игеріп отыру керек өзі уақытылы. Сондықтан тұрақты тұрғыда өткізіліп отырса және қазіргі таңда қазақ тілді контенттің қалыптасуына үлес қосып мамандардың шыңдап отыру қажет деп ойлаймын. Қатысушылар карантин талаптарына сәйкес офлайн шарада бас қосты. Сондай-ақ шара онлайн форматта, яғни Zoom платформасында ұйымдастырылды. Қатысушылардан вакцина төлқұжатының болуы, ашық жүйесі арқылы кіруі талап етілді.